Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қызметтік хаттар. Қызметтік хаттарды өту барысындағы мақсатымыз қызметтік хаттың құрастырылу барысындағы ерекшеліктерін түсіну, хат түрлерінің жасалу жолдарын білу, деректеме құрылымдарының орналасу орнын меңгеру. Қызметтік хаттар анықтама ақпараттық құжатының негізгі түрі. Сондықтан қызметтік хаттар мекеме арасында байланыс тудырады. Яғни бір мекеме мен екінші мекеменің арасында құжаттар арқылы ақпарат алмасу, ақпарат беру, пікір алмасу қызметтерін атқарады. Негізгі ерекшелігі құжаттың мәтіні жүйелі, қысқа, нақты түрде болуы тиіс, және бір мәселеге ғана арналып, қарапайым негізде жазылады. Сөз тіркестері және өзіне тән терминдері жиі қолданылып отырылады. Құжатты құрастыру барысында фактілер, оқиғалар объективті түрде болу керек. Құжатты құрастырғаннан кейін 2 дана шығарылады және A4 қағазында құрастырылады. Құжаттың мәтіні кіріспе, дәлелдеме, қорытынды бөлімнен тұрады. Кіріспеге хатты жазуға түрткі болған негізгі себептер жазылады. Дәлелдемеде хатты алушыға сұрақтың дұрыс қойылғандығын растайтын және оның оң жауап қайтаруына түрткі болатын сандық мәліметтер, логикалық қорытындылар, дәлелдемелер болуы керек. Ал қорытындыда сұрақтың мәні, негізгі ойы айтылады, келісу немесе бас тарту, ұсыныс жасау, сұрау деген сияқты әртүрлі ақпараттар жазылады. Құжаттардың қызметтік хаттың құрастыру барысында қолдану кезінде екіге бөлінеді, яғни функционалды белгісіне қарай екіге бөлінеді. Яғни кейбір құжаттар жауапты қызметтік хаттар жауапты талап ететін қызметтік хаттар, кейбіреулері жауапты талап етпейтін қызметтік хаттар болады. Жауапты талап ететін қызметтік хаттар өтініш хат, ұсыныс хат, сұрау салу хаты, талап хаттары. Ал жауап қайтаруды қажет етпейтін қызметтік хаттар бұйрық хаттар, ескерту хаттар, алғыс хаттар, дәлел хаттар, шақыру хаттары, жарнама хаттары және ақпараттық хаттар. Жазылу мақсатында хатта айтылатын мәселенің ерекшелігіне байланысты қызметтік хаттың бірнеше түрі болады. Мысалы, ресми хаттар, жеке хаттар, ұсыныс хаттар, кепілдемелік хаттар, сұрау салу хаттар, шағым хаттар, циркуляр хаттар, жолдама хаттар, ақпараттық хаттар, жаңағы хаттардың бірнеше түрлері кездесіп отырады. Енді ресми хаттың өзін алып қарайтын болсақ, ресми хат белгілі бір ортаның атқаратын жұмыстарына байланысты мәселелер жазбаша қарастырылады. Олар ресми түрде мекеменің атынан жазылады және қызметтен тыс мәселелерді қозғамайды. Ұсыныс хат, бұл хаттар бір мақсатта ғана жазылады. Яғни қызметкерді белгілі бір орынға, қызметке ұсыну жөнінде басшыға ұсыныс жасау. Аталған қызметкердің сол орынға лайықты екендігіне кепілдеме беру. Хат ресми өзіне тән құрылымы сақталып жазылады. Бұл хатқа ұсыныс жасаған тұлға қол қояды. Жеке хаттар, бұл хаттардың ерекшелігі айтылатын мәселеге өрісінің кеңдігі қызметтен тыс мәселелерге арналып жазылады. Дегенмен де қызметтен тыс мәселелер адамның өз қызметімен, ұйымның атқаратын қызметін шеше алатын мәселелер өрісімен тікелей байланысты болады. Бұл хаттар
жеке тұлғаның атынан жазылады. Ал сұраныс хат, бұл хатта бір ғана мақсатпен жазылады. Мекемеден керекті ақпаратты немесе белгілі бір құжатты жіберуін сұрау мақсатында жазылады. Сұраныс хатқа мекеменің жауапты адамы қол қояды. Шағым хаттар бұл белгілі бір мекеменің немесе мекеме қызметкерлерінің заңсыз әрекетін көрсету немесе соған орай шара қолдануды сұрау мақсатында жазылады. Хат мазмұнының негізгі құндылығы онда көрсетілген фактілерге байланысты. Шағым хатқа шағым беруші адам хат мазмұнына байланысты мекеменің жауапты қызметкерлері өз қолын қойып бекітеді. Одан кейін циркуляр хат. Бұл циркуляр хат көбінесе тапсырма беру барысында жазылады. Бұл хаттарды ведомстволық жағынан бағынышты барлық мекемелерге бір мезгілде жөнелтілетін хат болып есептелінеді. Содан кейінгі хат бұл жолдама хат. Жолдама хат құжатпен бірге жіберілген қосымшаның немесе қосымшалардың құрамы, мазмұны, көлемі, саны жайлы мәліметтер көрсету үшін жазылады. Бұл хаттар көрсетілген ақпараттың дәлдігімен ерекшеленеді. Жолдама хатқа мекеме басшысы қол қойып, хатты жазып отырғанда, онда келтірілген фактілер, жаңағы жеткізіліп отырылған жаңағы ақпаратқа назар аударылады. Әрбір хатты жазғанда қалыптасқан стильдік нормадан ауытқымауымыз керек. Жалпы қызметтік хаттарды құрастырған кезде, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, қызметтік хаттың түрлеріне байланысты мәтінге қарап отырып, қызметтік хаттың түрлері айқындалады. Яғни, егер де өтініш хат жазылатын болса, мәтінінде өтінеміз деген сөз жазылады. Ал мысалы, ескертпесіге салады, ескертеді, ескерту хаты, жауабын беріп отыр, жауап хаты, кез келген бастама хаттың жауабы болады. Кез келген бастама хатқа жауап жазылады. Ол жауап хат болып саналады. Мысалы, басшылық пен еңбек ұйымы өтініш жасайды, өтінеміз, өтінім білдіреміз деген сөздер өтініш хатында жазылады. Мысалы, түсіндіреміз, мәлімдейміз, шағым түсіреміз, шағымданамыз. Осындай жаңағы сөздерге қарап отырып, мәтіннен жаңағы құжаттың қызметтік хаттың түрін айқындауға болады екен. Қызметтік хатты құрастыру барысында құрамында жаңағы бірнеше деректемелердің саны көрсетіледі. Мысалы, алатын болсақ, міндетті түрде қызметтік хат егерде ұйымдардың арасында немесе мемлекет арасында қолданылып жататын болса, міндетті түрде Қазақстан Республикасының елтаңбасы қойылады. Және екінші кәсіпорынның атауы қойылады. Егер де кәсіпорынның бөлімшесі болып жататын болса, үшінші кәсіпорын ұйымның бөлімшесінің атауы қойылады. Кәсіпорын туралы анықтамалық деректер бұл хаттарға арналып жазылатын деректеме. Мұнда кәсіпорын туралы жалпы ақпарат беріледі. Құжаттың күні, құжаттың тіркелу нөмірі, адресат, мәтін тақырыбы, мәтін, қол, мөр, орындаушының тегі, телефон нөмірі және құжаттың мекемеге келіп түскен күні. Міне осы деректемелер қызметтік хаттың құрылымы, негізгі құрылымы десек те болады. Енді алдарыңызда қызметтік хаттың үлгісі. Қызметтік хаттың үлгісі көрсетілген. Сіздер осы қызметтік хатты құрастыру барысында жаңа алдыңғы слайдта көрсетіліп кеткендей қызметтік хаттың деректемелерін осы жерде айқындап орындарына қойып шығамыз. Мысалы, кәсіпорынның атауы. Бұл жерде кәсіпорынның атауы, яғни ұйымның атауы жазылады. Ұйымның атауы мысалы құжаттың сол жағында жоғарғы бөлігінде жазылады екен. Ең бірінші деректеме ол елтаңба құжаттың жоғарғы бөлігінде, ортаңғы бөлігінде жазылады. Ал құжаттың оң жақ бөлігінде адресат деректемесі жазылады. Яғни құжатты кім алады, кімге жіберіліп тұр. Ары қарай кетейік. Екінші кәсіпорынның атауынан кейін міне кәсіпорынның мекен жайы, телефон, факс. Бұл үш ақпарат мәлімет ұйым туралы анықтамалық деректер. Бұл жерге ұйымның атауы, ұйымның телефоны, ұйымның факсы, жаңағы әртүрлі ақпараттар жазылады.
Жалпы құжатта 00 деп белгіленген бұл жерде құжаттың күні жазылады. Құжаттың күнін жазу ерекшелік сөзбен жазыламыз. Мысалы 1 сәуір 2021 жыл, қасында тіркелу нөмірі. Бұл екі деректеме барлық құжаттарда бір жылдың бойында жазылады. Жиһаз жеткізуді кешіктіру туралы бұл мәтіннің тақырыбы. Яғни мәтіннің тақырыбы арқылы мәтінде қандай ақпарат берілген, бірден біз оны мәтін тақырыбынан айқындаймыз. Міне қарасаңыздар, құжаттың мәтіні берілген. Құжаттың мәтінінен кейін бірінші біз жаңағы басшының қолы қойылып, мөрі қойылып, жаңағы аты жөні жазылады. Бұл қол қою деректемесі. Қол қою деректемесінен әрі қарай бізде жаңағы құжатты орындаушының жаңағы телефоны нөмірі, аты жөні жазылады. Бұндай деректеме бізде көрсетілген. Құжаттың сол жағын қарасаңыздар, құжаттың мекемеге келіп түскен күні деректемесі орналасу орны, яғни құжаттың оң жағының төменгі жағында орналасады екен. Сіздер осы құжат бойынша құжатты толық құрастырып, деректемелердің атауларын астына жазып, құжатты орындаңыздар.